Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздер мен Наргиза. Бүгін мен сіздерге бауырдан котлет жасау жолын білен бөліспекшімін. Оның үшін видеоның соңына дейін күзетіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдымен бауырымызды ет тартқыштан өткізіп аламыз. Сосын үстіне сәбізімізді, чесногымызды, жұмыртқамызды саламыз. Қанша мөлшерде істеткендерімнің барлығына описанияға жазып кетем, сол жерден скриншот жасап алсаңыздар болады. Сосын үстіне сүтімізді қойып, бұрышымызды, тұзымызды саламыз. Бұны жақсылап араластырып, бір шекеге қойып тұрамыз да, енді ет тартқышымызға пиязымызды пен картошкамызды да салып, жақсылап майдалап аламыз. Пияздарымызды төркалардан шығарсаңыздар да болады, жақсы майда тісті төрка болса, солардан шығарып алсаңыздар да болады. Дайын болған пияз картошкаларымызды бауырымыздың үстіне салып, үстінен 3 ас қасық ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бір келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Ұнымыз қатып қалмау керек. Бұның үстіне азырақ 3-4 қасық көлемінде сұйық майымызды қосып, масалығымызды бір шетке алып, табамызға майымызды қойып дайындаймыз. Қызып тұрған майымыздың үстіне бауырымызды керек мөлшерінде салып, екі бетін қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Біздің котлеттеріміз құймақ сияқты аралар тесіліп, әдемі болып піседі. Сіздер кез келген көлемде үлкен әлі кішілеу істесеңіздер болады. Біз өзіміздің семьяға болғандықтан мен үлкен көлемде істеп жатырмын. Қаласаңыздар бір қасық қойып, кіші размерлерде пісіріп алсаңыздар да, ол да әдемі шығады. Біздің бұл котлеттерімізді кез келген гарнирлермен тартсаңыздар болады тамақтануға. Әлей болмасам, холодный закускаларға қойсаңыздар да болады дастархандарыңызға. Дәмі өте керемет болады. Біздің котлеттеріміз осылай қып-қызыл болып піседі. Міне, біздің котлеттер пісіп дайын болды. Сіздер де отбасыларыңызға жасап қуантыңыздар. Сіздермен болған Наргиза. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Пікірлеріңіз болса, комментарияға бөлісе отырыңыздар. Ас болсын!